автокөліктерді тізгіндеуге қай-қайсымызда құмарақпыз. Ал ол бұзылып қалған жағдайда көбіміз қай жерден ақау болғандығын білмей жатамыз. Біз бүгін техникалық жөндеу орталығындамыз. Мынау тұрған сым-тетіктер әр көлік маркасына арнайы диагностика жасайды. Бұл сым-тетіктерді тікелей компьютерге жалғап, осы бойынша ақау неден болғандығын анықтайды екен. Бізге бүгін Nissan автокөлігі келіп жетті. Біз оны тексеріп, ақауын неден болғандығын анықтамақпыз. Бұл Nissan көлігі жол ортасында өшіп қалған. Әзірге оның себебі белгісіз. Мұндай жағдайда ең әуелі жағар майын, мотор майларын тексеру керек. Ең дұрысы көлікке диагностика жасайтын мамандардың көмегіне жүгініп, арнайы тексеруден өткізген жөн. Диагностика жұмысы көліктің қай жерінде ақау барын айнытпай көрсетеді. 15 минутқа созылған автокөлікті тексерудің қорытындысы дайын болды. Тексеру құралы Nissan автокөлігіндегі жанар жағармай мен ауа тұрақтылығын реттегіш волюметрдің ісінде ақау бар екендігін анықтады. Осы ақаудың себептерінен жағармайдың үлес салмағы күрт азайып кетіп, көлік сөніп қалған. Интересно, вот он нагрелся, да? Видите, что делает? Ровно заработал, да? Ну, то есть, как бы, приехала данная машинка с проблемой. Бұл автокөлік иесі меншігіндегі көліктің сөніп қалатындығымен шағымданды. Біз өз кезегімізде жағармайдың қысымын көріп едік, бәрі өз қалпында. Бірақ маған волюметрдің жұмысынан шыққан қателік ұнамады. Ол қозғалысқа орай өз қызметінен ауытқып тұр. Әзірге волюметрді ауыстыруға тоқталдық. Қажетті жабдықтар болса, үй жағдайында да көлігіңізді диагностикалық тексеруден өткізе аласыз. Ол үшін арнайы диагностикалық сым-тетіктер қоры қажет. Күліп оян Алматы бағдарламасының көрермендері үшін кәсіби маман темір тұлпарға арналған жабдықтарды қалай қолдану жайындағы кеңесімен бөлісті. Те шнуры под разные машины, так скажем. Бұл сым-тетіктердің барлығы көліктің түрлі маркаларына арнай жасалған. Мұнда Mitsubishi, BMW, Audi мен Volkswagen автокөліктерінің жинағы бар. Біз қазір Nissan көлігін тексердік. Оның жалғағыш сымы міне мынандай болып келеді. Осы сымдардың бір бұрышын автокөлікке жалғасақ, екінші ұшын компьютерге жалғаймыз. Осы арқылы көліктің негізгі ақауы анықталады. Nissan автокөлігіндегі волюметрден болған ақаудың шешімі аталған бөлшекті ауыстыру. Ең бірінші автокөліктен осы бөлікті бөліп алуымыз керек. Ол үшін бұрағыш құрал болса жеткілікті. Волюметрді жағалай қатырылған бұрандалы шегелерді босатып, оның ішкі қабатында орналасқан бөлігінен ажыратамыз. Жаңа волюметрді дүкеннен алып келіп, өз қолымызбен қайта орналастыруға әбден болады. Ажыратқан бұрандалы шегелерді өз орнына қойып болған соң, жұмысқа жарамдылығын тексеріп, сынақтан сәтті өтсе ғана жолға шығу керек. Ендеше жолыңыз болсын.